Келес ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Бақтияр Әбдиев тәуелсіздік тәңірдің қазаққа берген сыйы. Сондықтан өскелең ұрпақ азаттықтың, егемендіктің қадір қасиетін толыққанда түсінуі керек. Ол үшін өңіріміздегі барлық оқу орындарында тәуелсіздік мерекесі кең көлемде тойлансын деген болатын. Ақтөбе ауылдық округіндегі Леспек Жолдасов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде тәуелсіздік ақ таңым атты мерекелік іс-шара өтті. Егеменді елдің еңселі жастары тәуелсіздіктің мән-мағынасын тереңнен түсінеді. Әрбірі отан-ананы, туған жерді қастерлейді, құрметтейді, шын жүректермен сүйеді. Бұған Ақтөбе ауылдық округіндегі Леспек Жолдасов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде өткен іс-шарада көзімізді жеткіздік. Бұл білім ордасында отанға деген сүйіспеншілікпен қатар ұлттық құндылықтарымыз бен салт-дәстүрлерімізді оқушылардың бойына мықтап сіңірген. Ұстаздардың ұстамды болуының арқасында шәкірттердің 80%-ы қасиетті қара домбыраны жандарына серік еткен. Айтулы шарада 70 оқушы бір мезетте домбырамен ән айтты. Домбыраның жүрек тербететін үні көпшілік қауымды шабыттандырды. Тәуелсіз елдің арманы асқақ, қадамы нық, тек дамуды ғана мақсат етеді. Бұндай бақытқа қол жеткізу үшін талай алаш қырандары бодан болды. Есесіне бүгінде бізде бақытты елге, азат халыққа айналдық. Ата-баба арманы орындалды. Енді құны жетпес қастерлі тәуелсіздігімізді мәңгі тұғырлы елге айналдыру үшін бізге қазаққа айырылмас бірлік керек дейді мектеп директоры. 50 жылда ел жаңа деп жатады. Алайда мен өзімнің Қазақстанымның осы 30 жылда жаңарғанын көріп отырмын. Керемет іс-шаралар, әр сыныптағы іс-шаралар, одан қала берсе мектепшілік іс-шараларының өзі де жоғары деңгейде өтіп жатыр. Және сонымен қатар бүгінгі күні біз осы 30 жылдыққа орай мектебіміздің таңбасына анықтама беріп жатқан жеріміз бар. Жаңа іс-шарада өзіміз оның барлығын түсіндірме жұмыстарын әріптестерім жүргізіп өткен болатын. Бұл айтулы шараға мектептегі оқушылардан бастап барлық ұстаздар мен әкімшілік құрамда қатысты. Әсіресе 100 ұстаздың орындалуымен айтылған қор көпшілікті отанды сүюге, тәуелсіздіктің қадір қасиетін түсінуге шақырғандай болды. Мектеп ұстаздары директордың іскерлігін, соның арқасында білім саласының қарыштап дамып жатқанын тілге тиек етті. Сіздерді тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізге ынтымақ, бірлік, тыныштық болуы нәсіп қылсын. Алдағы уақытта осы ұрпақтарымызға осы аңсап келген ата-бабамыздың арманы орындалып, осыны ұлтарақтай жерді ешкімге бермеуіне, яғни сенім білдіреміз. Әрбір сыныпта тәуелсіз қазақ елінің тарихы туралы ашық сабақтар өтті. Оқушылар отанға деген шексіз махаббаттарын өлеңдері арқылы жеткізді. Бүгінгі өткен іс-шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 30 іс-шара атты тақырыпта өзіміздің жасалынған жоспарға сәйкес ұйымдастырылып өткізілді. Енді бүгінгі іс-шараның тікелей маңызы өздеріңіз көргендей, мектептің таңбасын кейінгі жас ұрпаққа осы тәуелсіздіктің 30 жылдық қарсаңында паш ету, таныту, кейінгі ұрпақ осы біздің таңбамыздың бар екендігімен, өзінің мектебімен, Батыр атындағы мектебімен мақтану. Жалпы тәуелсіздік мерекесіне байланысты бұған дейін де көптеген іс-шаралар өткізді. Енді бүгінгі сол өткізілген іс-шаралардың қорытындысы ретінде өткізіліп отырған бүгінгі іс-шара кейінгі ұрпаққа берер мол деп мен өзім есептеймін. Шынында да тәуелсіздік қазақ халқына оңай келген жоқ. Ендігі біздің халықтың басты арманы мәңгіге азат ел атану. Жасан Әлбеков, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасын жаңалықтар қызметі.